Барлығыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Қамарсұлу Ерғалиева және сіздер Сұлу Медиа каналындасыздар. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз ишемия тақырыбы. Егер де дайын болсаңыздар, ендеше кеттік. Ишемия дегеніміз артериялық тамыр бойымен ағза мен тіндерге қанның аз келуінен дамитын қан айналым бұзылысы болып табылады. Оның негізгі этиологиясы артериялық тамырлардың қысылып қалуы әртүрлі бөгде заттармен, мәселен, тыртықпен, өспемен, немесе үлкейген, ісінген тіндермен, органдармен қысылып қалуы болып табылады. Және де тромбтар, эмболдар, және де атеросклерозық бляшкалармен бітеліп қалу нәтижесінде, немесе адамда бір қорқыныш болғанда, эмоционалды жағдайларда, стресс кезінде, травма алған жағдайда, немесе суық температура нәтижесінде осы ишемия дамуы мүмкін. Енді оның қауіп факторлары туралы айтайын. Қауіп факторларына гиподинамия жатады, яғни адамның аз қозғалысы, сонымен қатар дұрыс тамақтанбау, яғни фастфуд өнімдерін, майлы өнімдерді көп тұтыну, және де темекі шегу, алкоголь ішу, сонымен қатар жас ерекшеліктері, мәселен, жалпы көбінесе қарт адамдарда осы ишемияның даму қаупі жоғары болып келеді. Енді осы ишемияның жалпы үш түрін айтсақ болады. Яғни бірінші түрі ол обтурациялық, екіншісі компрессиялдық және үшіншісі ангиоспастикалық түрлері. Обтурациялық түрі егер де осы артериялық тамыр ішінен бітеліп қалған кезде дамиды. Мәселен, ішінде жаңағы тромбтармен, эмболдармен, тромбоэмболиялармен, немесе дәнекер тінмен бітеліп қалу нәтижесінде дамиды. Ал енді екінші түрі, яғни ол компрессиялдық түр. Ол артериялық тамыр сыртынан қысылып қалған кезде пайда болады. Мәселен, бөгде заттармен, мысалы тыртықтармен, өспелермен тамыр қысылып қалған жағдайда дамиды. Ал енді ангиоспастикалық түрі, енді спастикалық деген кезде уже ол спазмға байланысты болады, яғни тамырдың тарылып, оның жиыруына байланысты болады. Мәселен, әртүрлі жаңағы вазоконстрикторлық аппараттар қолданған кезде болуы мүмкін, немесе адам қорқыныш кезінде, сол кезде мысалы рефлекторлы түрде симпатикалық жүйке жүйесі тітіркеніп, тамырдың жиыруына алып келеді. Сонымен қатар әртүрлі жалпы тромбоксандарды, катехоламиндерді қолданған жағдайда, немесе жалпы суық температура, әртүрлі биологиялық токсиндер нәтижесінде осы тамырдың жиыруы, яғни тарылуы жүреді. Бұның барлығы осы үшінші түрі, яғни ангиоспастикалық түріне жатады. Ал енді симптомдарын айтайық. Симптомдары мысалы кеуденің жалпы артындағы ауырсынулар болуы мүмкін, иықта, төменгі жақ бөлімінде, сонымен қатар қолда, немесе осы кеуде бөлімінде, медиастиналдық бөлікте ауырсынулар болуы мүмкін, немесе жалпы ағзаның тіннің бозаруы жүреді, жергілікті температураның төмендеуі, сонымен қатар ағзалар мен мүшелердің мысалы ұйып қалуы болуы мүмкін, шаншу, және де ағзаның көлемінің кішіреюі, яғни төмендеуі, сонымен қатар ағза функцияларының бұзылулары байқалады. Және де адам мысалы физикалық жұмыс жасаған кезде кеудеде ауырсыну белгілері пайда болады. Ал бұл ауырсыну белгілері адам тыныштық жағдайға енген кезінде, мысалы отырғанда, демалған кезде ауырсыну белгілері жойылып кетеді. Және де бұл ауырсыну ол көбінесе жалпы нитроглицерин препаратын қолданған кезде ауырсыну белгілері жойылады. Енді патогенезі. Енді ишемияның патогенезіне тоқталайын. Егер де тамырдың ішінде осындай тромб пайда болса, немесе атеросклерозық бляшкалар түзілсе, не болмаса тамыр сыртынан әртүрлі өспелермен, бір үлкейген, ісінген тіндермен қысылып қалатын болса, онда тамыр арқылы қанның өтуі не істейді, қиындап кетеді. Нормада бізде осы тінге қанмен бірге қоректік заттар, оттегі жергілікті мөлшерде түсіп отыруы қажет. Бірақ ишемия салдарынан тінге түсетін жалпы қанның көлемі не істейді, азайып кетеді. Өте төмендеп кетеді. Себебі бұл жерде қанның осы еркін өтуіне кедергі жасайтын андай бөгеттер пайда болған. Яғни мынандай бөгеттердің кесірінен қан не істейді, осы жерде іркіліп қалады. Іркіліп өте аз мөлшерде ғана, ақырын ғана осы тінге қарай өтеді. Бұл кезде тамыр қысылып қалғаннан кейін қанның көлемі де, оның жылдамдығы да, қан қысымы да, барлығы да не істейді, барлығы төмендеп кетеді.
Енді түнге өте аз мөлшерде мысалы қан түсті делік, иә. Қанмен бірге жалпы осы жердегі жаңа жасушаларға жаңағы оттегі, қоректік заттардың түсуі де не істейді, азайып кетеді. Өйткені бұл жерде қан аз түсіп жатыр. Сосын осы кезде жалпы егерде мысалы оттегі аз түсетін болса, онда оттегінің аз түсуі ол митохондрия органелласына өте көп зиянын тигізеді. Себебі бізде жалпы бұл митохондрия ол негізінде жасушадағы энергия станциясы болып табылады. Яғни митохондрияда энергия түсіреді, АТФ синтезі жүреді. Ал егерде мысалы оттегі аз түсетін болса, онда бізде митохондрияда жүретін жалпы процесстер де не істейді, барлығы да бұзылып митохондрияның жойылуына алып келеді. Негізінде митохондрияда тотығудан фосфорлану процесі жүреді, иә. Бірақ та енді бұл жерде митохондрия функциясы бұзылғаннан кейін не істейді, тотығудан фосфорлану процесі де төмендеп кетеді. Соның нәтижесінде мысалы түзілетін энергия ол АТФ-ның синтезіне емес, ол жылуға кетіп қалады. Яғни бұл жерде АТФ түзілуі қажет болатын, бірақ АТФ түзілмейді, тек қана энергияның барлығы ол организмдегі жылуға ғана кетіп қалады. Сондықтан да мысалы ишемия болған кезде адамда жалпы энергия енді түзілмегендіктен немесе энергия өте қатты аз мөлшерде түзілгендіктен АТФ адам өте жалпы шаршаңқы, әлсіз болып жүреді. Енді жаңа ғана айта кеткеніміздей, митохондрияда бізде АТФ синтезі жүреді дедік, иә. Енді бізде митохондрияның функциясы бұзылады, немесе митохондрия жойылған кезде АТФ-ның да синтезі не істейді, төмендеп кетеді. Егер де АТФ синтезі төмендеп кететін болса ағзада, онда ол өз кезегінде мынандай жағдайларға алып келуі мүмкін. Мынандай 3 жағдай. Ең негізгі деген мембранада насос активтілігі төмендеп кетеді. Оны қазір сіздерге көрсетемін. Содан кейін аэробтық гликолиз анаэробтық гликолизға ауысады. Яғни анаэробтық гликолиздің артуы байқалады, және де рибосома функциясы бұзылады. Егерде жаңа айта кеткенімдей АТФ синтезі бұзылатын болса, яғни АТФ өте аз түзілетін болса, онда ол өз кезегінде жасуша мембранасындағы насостардың активтілігін төмендетіп тастайды. Яғни ол қалай? Мынау бізде мысалы жасуша, иә. Мынау жасушаның жалпы каналдары, яғни насостар. Мынау кальций каналы, мынау бізде натрий каналы, мынау калий каналы. Нормада кальций және де натрий жасушаның ішіне ешқандай да энергиясыз, яғни АТФ-ның қатысуынсыз өздерімен өздері жасуша ішіне кіре алады. Кальций да натрий да жасуша ішіне міне кіріп тұр. Бірақ олардың жасуша ішіне кіргеннен кейін, енді олардың сыртқа шығуы бар ғой. Яғни олардың сыртқа шығуы үшін АТФ қажет болады, яғни энергия қажет. Бірақ бұл жерде бізде қандай процесс жүріп жатыр? АТФ-ның синтезі төмендеп кеткен. Яғни кальций мен натрий жасуша ішіне кірді, ешқандай да АТФ-ның көмегінсіз, бірақ олар не істеді, сыртқа шыға алмай қалды. Олардың каналдары не істеді, осылай блокталып, жабылып қалды. Себебі бұл жерде АТФ жетпейді, АТФ жоқ, сондықтан да кальций мен натрий жасуша ішінде қалып қалады. Сыртқа шыға алмай жатыр жасуша ішіне, бірақ та қайттан кальций, натрий барлығы кіріп жатыр, бірақ олар не істейді, жасуша ішінде жинала береді, яғни сыртқа шыға алмайды. Ал калий элементінің жалпы каналдарының жалпы қызметі, яғни ол наоборот, яғни ода қалай болады? Калий жасуша ішіне кіре алмай қалады. Не үшін? Өйткені калий жасуша ішіне кіру үшін оған міндетті түрде АТФ қажет болады. Егер де АТФ, яғни энергия болмаса, калий жасуша ішіне қарай кіре алмайды. Бірақ бұл жерде жасуша ішіндегі калийлер бар ғой. Жасуша ішінде жүрген калий, ол не істейді, барлығы сыртқа шығады. Калийдің жалпы сыртқа шығуы үшін ешқандай да энергия қажет емес. Ол калий АТФ-ның көмегінсіз-ақ ол өзі сыртқа шығып кете алады. Сонда бұл жерде бүкіл калий не істейді, яғни АТФ қажет емес қой, бүкіл калий не істейді, сыртқа шығады. Бірақ сыртқа шыққаннан кейін ол орнын толтыру үшін мысалына калий кіру керек, бірақ ол кіре алмайды, өйткені бұл жерде АТФ жоқ. Сонда кальцийдің кальций жасушада енді артып кетті ғой, кальций, натрий жасушада өте қатты толып кетті, иә. Егер де мысалы жасушада кальций элементі өте көп болып кететін болса, яғни гиперкальцемия болатын болса, онда фосфолипаза А2 дейтін фермент бар. И сол фермент артып, ол жасуша мембранасын не істейді? Жасуша мембранасын зақымдап тастайды. Соның нәтижесінде некроз болады. Ал егер де натрий, жасуша ішінде натрий артып кеткен, натрий артатын болса, онда гипергидратация болады.
Не үшін? Өйткені натрий элементі ол суды, яғни H2O-ны өзіне қарай тартады. Соның нәтижесінде бүкіл судың барлығын жаңағы мынау натрий элементі жинап алады H2O-ның барлығын. Содан не істейді? Жасуша суға толып ісініп кетеді и потом жарылып кетеді. Ал вот калий бізде жасушада мүлдем жойылып кетеді, яғни жоқ болып кетеді десек те болады. Бір сөзбен айтқанда, бұл жасушаның жалпы өлуіне, яғни некрозына алып келеді. Енді біз анаэробты гликолиз туралы айтайық. Егерде АТФ өте қатты төмендеп кететін болса, яғни бұл кезде мысалы оттегі жетіспейді, сол энергия жетіспейді, осы кезде бізде аэробты гликолиз анаэробты гликолизға алмасады. Яғни анаэробты гликолиз деп отырғанымыз, мысалы анаэробты гликолиз ол оттегі жоқ ортада жүреді. Яғни бұл жерде оттегі жетіспейді, значит не болады, анаэробты гликолиз болады. Ал анаэробты гликолиз процесінің негізгі өнімдері ол бізде лактат болып табылады, яғни сүт қышқылы. Осы кезде сүт қышқылының артуы жүреді. Сонымен қатар pH төмендей кетеді, яғни не істейді? Қышқылды артады. Егер де pH төмендесе, қышқылды артады, ал если pH жоғарыласа, онда сілтілік артады. Вот, бізде ағзада pH төмендей кетті, қышқылдық артты, лактат түзілуі көбейді. Онда ол кезде адам қандай мысалы жағдайда болады дегенде, адамда ауырсыну пайда болады, бұлшық еттерінің ауыруы деген секілді. Өйткені бұл жерде лактат ол ауырсыну рецепторларын тітіркендіреді. Соның нәтижесінде адамның бұлшық еті де ауырып, өзі де ауырсынып жүреді. Және де ол үшінші жағдай, АТФ-ның жалпы синтезінің төмендеуінен болатын үшінші жағдай, вот рибосоманың төмендеуі болып табылады. Жалпы бізде рибосомада негізінде белок синтезі жүреді ғой, бірақ та енді рибосоманың функциясы бұзылғаннан кейін онда не істейді? Белоктың да түзілуі барлығы төмендеп кетеді. Соның нәтижесінде жалпы адам әлсіз болады, салмағы төмендеп кетеді, және де ауыршаң болып келеді. Назарларыңызға рахмет. Егер осы видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.